Армысыздар, достар! Сегодня мы с вами научимся сказать слово «но» на казахском языке. Для этого мы используем противительные союзы «бірақ», «алайда». Давайте посмотрим примеры. Бүгін күн суық, бірақ қар жауған жоқ. Сегодня холодно, но снега не было. Союз «бірақ» можно заменить союзом «алайда». Бүгін күн суық, алайда қар жауған жоқ. Сабақ басталды, бірақ мұғалім келген жоқ. Начался урок, но учитель не пришел. Сабақ басталды, алайда мұғалім келген жоқ. Ол қонаққа шақырды, бірақ мен барған жоқпын. Он позвал в гости, но я не пошел. По-другому можно сказать: ол қонаққа шақырды, алайда мен барған жоқпын. Кроме союзов бірақ, алайда, есть еще другие противительные союзы, такие как ал, сонда да, дегенмен, әйтпесе, болмаса и так далее. С ними мы будем знакомиться на следующих уроках. Поэтому не пропускайте уроки. Келесі кездескенше.